Сәлеметсіз бе, құрметті оқырман, сізбен бірге Күлән Бейсенбайқызы. Бүгін біз сіздермен ең қарапайым, ең оңай көрнекілік жасау жолымен танысатын боламыз. Ол үшін бізге Canva деген бағдарлама керек. Canva деп Google-ға кіретін болсаңыз, осы жерден бесплатный онлайн инструмент деп осы платформа бізге ашылады. Бұл для образовательной цели деп тіркелгенде бассаңыз, тегін ақылы нұсқасы да бар, бірақ тегіннің өзі оқытушы үшін, басқа да мамандар үшін өте көп ауқымды ақпарат береді. Сонымен біз неден бастаймыз? В центре внимания дегенді басайық. Осы жерде визуальный документы, әртүрлі не бар, осылардың барлығы көрініп тұр. Презентация арқылы жасауға да болады көрнекілікті, немесе біз плакаты деген таңдайық. Плакатыда дизайн and print posters дейді, осыны басып, ақ парақ шықты алдымызда, бізге Canva-ның ішінде берілген дайын нұсқаларды алуымызға болады, өзіміздің тақырыбымызға сәйкес келсе, немесе осы жерде элементы дегенді басып, мысалға содан бастайық, мына сол жағында элементы деген тұр, сол жердегі поиск элементов деп бізге қажет тақырыпты жазамыз. Мысалға біз табиғат аясында демалған балалар туралы бір сюжет картина жасайық, природа деп жазамыз. Ол үшін яғни осы Canva-ның ішіндегі көп мүмкіндіктердің қазір біз біреуін ғана қарастырайық деп отырмыз. Фото түрінде де алуға болады, осындай әдемі открытка сияқты, немесе графика түрінде алуға болады. Біз сол графика түрін қарастырып көрейік. Алдымен осы жерде бізге не керек, соны тауып алайық. Мынандай үлкен бір әдемі таудың графикалық суретін алдық. Енді осы жерге бізге солнце дейік, күн керек. Табиғат болғаннан кейін күнді аламыз. Күннің қайсысы болса да жарқырап тұр екен. Енді осыған біз бір ағып жатқан өзенді алып көрейік. Река деп, реканы алдық, қайсысы сәйкес келетін, сәйкес келетін сияқты. Осы жақтан өзенді ағызып қойық. Және өзен маңайында ойнап жүрген балалар дейік, дети дегенді алып, осы суретке сәйкес келетін, мысалы, мынаны таңдасақ, көлемін үлкейтуге, кішірейтуге болады. Мына шетінен ұстап алып, курсорменен таудың етегінде, өзеннің маңайында ойнап жүрген балаларды алсақ, осындай бір әдемі сурет шықты. Және оған біз тақырып қоюымызға болады. Енді мына жерге текст дегенді, сол жақта мына текст дегенді басып, добавить заголовок. Қазір ол кішкентай болып тұр, біз оны үлкейтеміз. Мына жерде мысалы 39-да 5 деп тұр, 50-ді жазайық, 50 дейік. Немесе одан да үлкейтуге болатын сияқты. Және осы жерде табиғат аясында деп жаздық. Бұл тақырыптың түсін өзгертуге болады, шрифтін өзгертуге болады. Енді бұның шрифтін, мына жерде шрифтті көріп отырсыздар. Times New Romanға қойдым. Өзіңізге ұнайтынын таңдаңыз және кішкене үлкейтейік. Түсін болса жасылға қойайық, табиғаттың түсі. Міне дайын болды. Ал енді дайын осы Canva-ның өзінің нұсқаларын алатын болсақ, мына дизайн дегенді көріп тұрсыз, сол дизайнды басып, бұл жерде де іздеуге болады, плакат деп тұр. Мысалға біз осы жерде әліпбиді алуға болады екен, әртүрлі аң түрінде, немесе заттар түрінде бар екен. Мына жерде жаңа сөздер деп, яғни көңіл күйді білдіретін, жай ғана жаңа сөздер деп жаза салайын. Жаңа сөздер қандай деген сұраққа жауап беретін, адамның көңіл күйін білдіретін сөздер сияқты. Happy дейді, мыналардың барлығын қазақшалауға болады. Бақытты дейік, бақытты, тағы да жаңа жоғарыда айтқанымдай түсін өзгертіп, шрифтін өзгертуге болады. Қайғылы, мына жерде көңілді деп, яғни осы жердегі тұрған дайын нұсқаларды алуға болады, ашулы деген сияқты. Немесе жаңағы алдында көрсеткенімдей өзіңіз құрастыруыңызға болады. Тағы бір плакатты таңдап көрейік. Осы жерде мысалы математикадан геометриялық фигуралар, мынаның барлығын алып тастауымызға болады, ағылшын тіліндегіні. Бұл платформаның бір жақсысы оқытушылар үшін, оқушылар үшін ақпарат тегін болғандықтан біз кез келген тілдегі осы Canva-да тұрған ақпаратты алып, оны қазақшалауымызға өте жеңіл жол жасалған екен. Геометриялық фигуралар дейік. Бұл сияқты ары қарай
өзіміздің қалауымызда қандай тақырып, қандай пән бойынша барлығын жасап шығуымызға болады екен. Еще одна страница деп тағы да қоса беруге болады. Енді бұны біз қалай аламыз өзімізге? Бұны осы сілтемемен бөлісуге болады, немесе мені поделиться деп. Немесе скачать деп бұны PNG рекомендованный дейді. Осы PNG нұсқасында өзімізге көшіріп алатын болсақ, онда бізге ол сурет ретінде шығады. Мысалы, бізге тек біріншісі ғана керек дейік, бірінші суретті. Скачать дегенді басамыз. Немесе дәл осы қалпында, егерде экраннан көрсететін болсаңыздар, онда Canva-ны ашып, немесе сілтемесімен бөлісуге болады екен. Қазір біз оны дайын нұсқасын осы жердегі загрузкиді ашайық, табиғат аясында деп түсті. Мінеки дайын 5-ақ минутта дайын болатын көрнекілік осы Canva арқылы жасалады екен. Егер ақпарат сізге ұнаған болса, аяғына дейін қарасаңыз, лайк басып, комментарий жазып, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.